Сәлем достар, бүгін бізде HTML-дан 9-шы сабақ. Жалпы бүгін біздер не үйренеміз? Бүгін біздер таблица құрастырып үйренеміз. Таблица құрастыру жалпы мынандай тегтерден құралады. Table деген жалпы таблица деген сөз. Осының ішіне table үстел деген сөз, таблица деген сөз. Осының ішіне енді біздер таблицаны жазып бастаймыз. Таблица осы table деген жазсақ, бізде ешкім байқалмайды. Енді таблицаны жазу үшін бізде ішінде бір тегтер бар. Ол бірінші tr дегеніміз. Жалпы ол бір қатар деген сөз сияқты, бір сол tr жазсаңыз, жазған ішіне заттарыңыз бәрі бір қатарға кетеді. Енді ішіне біздер td деген тегті қолданамыз. Жалпы ол ұяшықтары жаңағы қатардың. Енді ішіне тек мына жерге бір заттар жазамыз. Бірінші name болсын. Так, екінші age. Үшіншіге не жасақ екен? Так. Phone дейікші. Бізде бірінші таблица пайда болды, міне. Осындай таблица. Енді бұның сыртына біздер жаңағыдай қоршауын қалай қоямыз. Оны қою үшін мына tablедың ішіне біздер тек border бір десек болды. Жалпы border бір, мынау бір дегеніміз ішіне жазылатын, ол жаңағы мынаның размері үлкендігі. 10 десек үлкен болып кетеді. Сондықтан қалағанша үлкейте бересіз. Енді бізде бір тұра берсін. Жалпы әдемі таблицалар ол CSS арқылы жасалады. Енді бізде осындай бірінші таблицамыз бізден құралды. Енді біздер астына кете беру үшін қалай жазамыз? Оны жазу үшін өте оңай. Астына қайтадан tr-ды бастап жазамыз. tr. Енді бірінші бізде name тұрады, сондықтан td name tag John болсын. Екінші age 15, phone плюс 7. Міне, бізде так таблица болды. Бізде бірінші таблица сол сияқты. Енді астасына кете беру үшін де былай төменге қарай түсе береді. Қазір tr байды. Осылай міне. Төменге қарай түседі. Мұнан ұзарту үшін ол біріншіден өзгертеміз былай. Так. Мен қазір мынадан жазып кетіп болған сразу. Бұны өзгерту үшін тек былай жазамыз. Name, age, name, phone. Осылай кете береді. Енді біздер бұдан тағы да бір заттар қосамыз. Бізде қазір td мен жаздық. td-дан бөлек тағы да th деген бар. Андай жаңағыдай bold қылады текстің стайлын. Осы негізі мына бетіндегі ең бірінші төбесінде тұратын осы th пен жазылған дұрыс. Осылай, енді бізде қазір бетек. Мыналар керек емес, тек біреуін қалдырса жетеді. Біздер алдында сабақта input типтерінің ішін қарастырғанда text area дегенді көрдік. Text area деген бөлек бір тег болды. Text area деген ішіне текст жазатын бір зат болды. Сода біздер height пен with қолдануға болатын еді, бірақ сонда да оның өзінің несі болды, атрибуттар болды. Calls және rows деген. Сол calls, rows деген бізде мынада қолданылады. Енді қазір мынаған екі телефон қосамыз, мысалы. Екеу болды. Ал мына жақ пустой тұр. Енді осы phone деген былай қарай созуымыз керек. Оны созу үшін біздер так үшеуін қоссақ та болады, төртеу, бесеу кете береді. Так, осылай тұрсын. Осылай. Енді бұны созу үшін бетеміз. Мына phone дегеннің қасына барып, call span дейміз. Call span жалпы былай
енінен ұзындығы солай болу керек. Колспан 2 дейміз. Бізде мына екеуін алады сол кезде. Мына 2 ұяшықты полный алады. Сол сияқты бізде тағы да біреу бар. Енді мынаған тек тағы біреуін жазайық. Фон емес. Сетейік. Енді мынаны толықтыру үшін біздер мынаған колспан қолдануға болады, бірақ бұны төменге қарай толтыру үшін бізде rowspan деген бар. Rowspan 2 дейміз. Тек қазір 4 не болды. Осылай мен толтыра береміз. Енді тек қалай жасақ болады? Осылай таблица жалпы құралады. Rowspan'ды біздер мынағанда қоя аламыз. Жалпы colspan, rowspan ол бір не қосады жаңағыдай. Бір ұяшық жеке бір ұяшық қосады. Қанша мөлшер болса да, солай ұяшық қосады. Енді тек мына cityден rowspan'ды алып тастаймыз. Қазір бір кішігірім таблица құрастырдық біз. Мынандай city тұр. Енді астына Android Studio қойды. Енді астына бір қаласын жазамыз қазір. Бұл жерде тек болсын. Болды. Енді біздер мына таблицаның тақырыбын қоямыз керек. Тақырып ең үстінде тұрады, table'дың үстінде, или table'дың астында тұрады. Caption деген тег. Ішіне жазамыз тег. Дейміз. Анкета дейікші. Анкета. Біздің таблицаның жалпы тақырып құралды. Бүгін енді достар таблицаларды қарастырдық. Егер видео ұнаған болса лайк басамыз, комментарий қалдырамыз, және де каналға жазыламыз. Сау болыңыздар.